Ассаламу алейкум тігінші ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода оюды осылай қалай әдемі зигзагтауға болатыны туралы құпиямен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздермен бірге мен Анар Төлеш. Ең алдымен бізге осындай кусок матаны алып, өзіміздің машинкамызда зигзаг тігісімізге настройка жасап алу керекпіз. Зигзаг тігісінің ұзындығы мен көлемін анықтайтын боламыз. Ол үшін сіз өзіңіздің машинкаңызда өзіңіздің оюыңыздың көлеміне сай тігісті осылай мен сияқты 5-6 тігісті жүргізіп шығасыз да, соның ішінен ұнағанын таңдап аласыз. Зигзаг тігісіміз қатты үлкен немесе қатты кішкентай болмауы тиіс. Ол өте әдемі көрінбейді. Міне мен өзімнің оюымның көлеміне қарай бірнеше тігіс жүргізіп жатырмын. Маған ұнағаны осы соңғы тігіс, осымен қазір оюымды тігетін боламын. Ол үшін алдымен оюымыздың түсіне қарай түстес жіпті таңдайтын боламыз. Менің оюым ақ болғандықтан ақ жіппен тігетін боламын. Міне машинкамның мана дайындап қойған настройкамыз дайын тұр. Енді оюдың бас жағынан емес, мейлінше осындай ішкі жағынан көзге көп түспейтін жерінен бастап тігетін боламыз. Оюдың ішкі бетімен жүреміз, негізгі матамызға біздің тігісіміз түсіп кетпеуі керек. Бастаған кезде закрепка бермейміз, аяқтаған кезде соңында закрепка береміз. Бисмиллах деп мен бастап жатырмын. Өте мұқият болу керек. Бастапқыда қолыңыз үйренгенше қиын көрінуі мүмкін. Содан кейін тіге келе қолыңыз үйреніп кетеді. Осындай бұрыштарға келген кезде тоқтаймыз және инемізді матаның ішіне қалдырамыз да, лапкамызды көтеріп, оюымызды айналдырып, лапкамызды қайтадан түсіреміз да, ақырындап оюдың шетінен шығып кетпей, осылай тігіп шығамыз. Осындай бұрыштарға келген кезде тоқтап, инені матаның ішіне қалдырып, лапканы көтеріп, айналдырып отырып тігеміз. Осы жерлерге келген кезде алдыға 1-2 тігіс жасаймыз. Содан кейін инені қалдырып, лапкамызды көтереміз, айналдырамыз. Содан кейін оюымызды айналдырып, тігіс жүргіземіз. Оюымыздың осындай айналатын жерлеріне келген кезде мейлінше тоқтап, қанша тоқтау керек, сонша тоқтап, лапканы көтеріп, айналдырып отырып тігеміз. Егер осы техникамен тігетін болсаңыз, оюыңыз осындай әдемі болып шығады. Барынша сіздерге түсінікті етіп түсіруге тырыстым. Егер де видео сіздерге пайдалы болған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тігіннің басқа да қыр-сырларымен бөлісіп отырамын.